Сәлем достар, видеомды көрмес бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бүгін Айнұр Тұрсынбаеваның «Мидағы миллион» кітабын ішіндегі «Қалағаныңыз неге орындалмайды» бетін оқып беретін болам. Не мүмкіндік табасыз, не сылтау табасыз. Баяғыда бір ұстаз шәкіртіне келіп, өмірде жетістікке жетудің үйретуін сұрапты. Ұстаз шәкіртіне жанындағы су толы ыдысқа еңкейіп басын салуын өтінеді. Шәкірт суға басын салады, ұстаз болса оны бар күшімен басып, судан шығармаудың амалын жасайды. Жан ұшыра қарсаласқан шәкірт әрең дегенде басын судан шығарып, терең тыныс алады. Бар күшіңді салып, судан басыңды көтергенде не істегің келді деп сұрайды ұстазы. Ауа жұтқым келді. Тағы не? Басқа ештеңе. Міне, қалау ең үлкен күш. Сен шынымен де қаласаң, шынымен мақсатыңа жеткің келсе, сенде оған жете аласың, деп жауап береді ұстазы. Негізінде сіз көп ақша табудың қаламайсыз. Егер қаласаңыз, сіз оны табар едіңіз. Ақшаға аса қажеттілік жоқ. Ол сізге жай әншейін шай үстінде айтатын әңгіме болып қалады. Ақша табу керек еді, ақша керек еді деген бос сөз. Егер сіздің көз қарасыңыз кішкентай бір зат түсіп кетсе, оны алу үшін жан таласатын едіңіз. Тұра берсін, кейін аламын деп айтпайсыз, себебі жаныңызға батып тұр. Ақшаның жоқтығы да дәл солай жаныңызға батып, қатты қажет болып тұрса, сіз оны табасыз. Сондықтан адам ақша сізге нақты не үшін қажет? Сіз оны не үшін істейсіз біліп алуыңыз керек. Сол сұраққа жауап тапқанда ғана керек ақша таба аласыз. Ақша сізге не үшін керек? Дәл осы сұраққа сіздің жауабыңыз дайын ба? Әрине дайын. Үй алуым үшін, көлік алуым үшін, баламды оқуға түсіру үшін, қарыздарымнан құтылу үшін керек деуіңіз мүмкін. Ол қандай үй, қай жерде орналасқан, оны алу үшін қанша қаржы керек? Көлігіңіздің маркасы қандай, қанша теңге тұрады? Ол үшін сізге қанша ақша керек? Қанша уақытта керек? Осыны ойладыңыз ба? Сіздің ойыңызда нақты белгіленген цифр қойылған уақыт бар ма? Көпшілігіміз оны белгілеп, жоспарламақ түгіл, бұл жайлы басымызды да қатырмаймыз. Біздің проблемамыз осыда. Бізде нақтылық жоқ. Нақты бізге не керек? Ол не үшін керек? Ол үшін қанша ақша керек? Оған қанша уақытта жететінімізді де білмейміз. Білмегеннен кейін ойламағанымызды іске асыра алмай жүреміз. Сол себепті ең алдымен өзіңізге қаржылық мақсат қойыңыз. Осыған байланысты мен армандар картасы жайында да айтқан болатынмын. Армандар картасы бұл ешқандай да сиқырлы дүние емес. Жай ғана өз арманыңызды қағаз бетіне түсіру. Қағаз бетіне түскен нәрсе мақсатқа айналады. Оны күнде көріп жүргендіктен жоспарыңыздың бір бөлігі болады. Ал кей адамдар оны дұрыс түсінбей жүреді. Армандар картасын төбеде тұру керек екен, есіктің үстінде тұру керек екен, әйтпесе орындалмайды екен деген неше түрлі әңгімеге имандай сенетіндер де көп. Негізінде армандар картасы бар, құпиясы қағаз бетінде түскен мақсаттарыңыз бен көзбен күнде көру және сол арқылы күнде санаңызға сіңіру. Ал күнделікті көріп ойлап жүрген дүниеге жету аса қиындық тудырмайды. Бұл мәселені нейробиологиялық тұрғыда қарап көрейік. Жалпы біздің іс-әрекеттеріміз ойымызға, миымызға тікелей байланысты екенін бәрімізге мәлім. Біздің миымызда басты мақсат бізді қауіп қатерден сақтайды. Оған біздің арман мақсаттарымызды қалауымыз керек емес. Ол үшін бастысы бізді тек аман сақтап қалу. Ми белгісіздіктен қорқады. Белгісіз абстракт дүниелерден барлығы ми үшін қауіп қатер. Сондықтан нақты белгіленбеген, маңызды түсінбеген заттардың барлығын ми ешқандайда да әрекет жасамайды. Психология бойынша да көзге көрінетін, елестете алатын затқа жету оңайырақ. Себебі ол сіздің үнемі ойыңызда болады. Санаңызда сол нәрсеге бейімделіп тұрады. Бұны қазақ бұрыннан ақ айтқан, көрінген таудан алыстығы жоқ
деп бір ауыз сөзбен түсіндіріп қойған. Кез келген нәрсеге нақтылық керек. Мысалы, сіз дүкенге барғанда маған бір күшті әдемі зат беріңізші деп айтпайсыз ғой. Нақты керегіңізді сұрайсыз. Сол сияқты ақшаны да не үшін керек екендігін де анықтап алу керек. Ал достар, кітаптың өз тапсырмасы бар. Біріншісі, сізге нақты не керек? Екіншісі, ол не үшін керек? Үшіншісі, ол үшін нақты қанша қаражат керек? Төртіншісі, және оны орындалуына қанша уақыт керек? Осы сұрақтарға қағаз бетіне жауап беріп, өзіңізге белгілеп алыңыз. Және сұрақтардың жауабын таба алатын боласыз. Қалағаныңызға неге орындалмайтынын сұрағының жауабын табатын боласыз. Ал достар, айтқан пайдалы ақпаратым сіздерге ұнаған болса, маған лайк басып, каналыма тіркеліп, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта мидағы миллион кітабы қызық болып жатса, басқа да беттерін оқып сіздермен бөлісетін боламын.